Сәлем баршаңызға. Мұнда менде фиалка гүлдерім. Фиалка гүлдерін көбейтіп сатып жатырмын. Гүлдеп тұрған фиалкаларым аяқта фитолампаның астында, ал мына гүлдемей тұрған фиалкаларым осылардың астыңғы жапырақтарынан алып көбейтіп жатқандарым. Бір жапырақтан көбейгендері, бұларды фитильный полипке Неліктен фитильный полипке қойдым? Неліктен гүл сатудағы арасына осы фиалка гүлін қостым, себебін айта кетемін. Қазір видеоның аяқ жағына айта кетемін. Себебі бірінші фиалка гүлінің көбейту жолын айта кетейін. Содан кейін неліктен сатылымға шығаратын гүлдерім арасына фиалка гүлін қосамыз, соны айта кетемін. Мынау менде фиалканың мамочка дейміз ғой, мамкасы, яғни осы фиалкалардан көбейтемін мен. Бұларды фитильный полипке қойып жатқан жоқпын, астынан суғарамын. Гүлдеуге енді дайындалып жатыр. Енді фитолампаның астына қоямын. Астыңғы жапырақтарын ірілеу болған кезде кесіп алып, міне суға салам, немесе осындай агровальтқа, стаканға егіп қоямын. Мынау фиалкадан, мына фиалканың жапырағынан екі фиалка гүлі көбейтілді. Одан кейін мамкасын алдында қайтадан егіп қойдым. Енді шығарса шығарады, шығармасы өкпем жоқ. Көбіне шығарып жатады, кейде сарғайып жатады. Мына екеуін қайтадан егіп қойдым. Мына фиалка гүлі жапырақтан көбейіп жатқан түрлері, мына өткенде күн түсетін терезеде қалып кетіп, ажау қалып қапты. Ондай жағдай болып тұрады, ештеңе етпейді. Кішкене мына жер өскеннен кейін мына жерінен кесіп тастауға болады. Онда менде аглонема гүлі, атроскалары. Аглонема гүлі негізі сатылымда сұранысқа ие, жақсы өтеді. Атроскалар тем более өтеді, себебі өзі қымбаттау болады ғой аглонеманың. Сондықтан атроскалары да сатылымға шығарып жүрмін тамырлатып. Бірақ неге аглонема гүлінен гөрі фиалка гүліне совет беремін сатуға? Себебі мына аглонема гүлі өте ұзақ тамырлайды, жай өседі, бағасы да қымбатырақ. Ал мына фиалка гүліне совет беремін, тез өседі. Бір жапырақтан сіздер қаншама фиалка көбейтіп ала аласыздар. Кейде мына бір жапырақтан 3 түп, 4 түпке дейін бере береді. Сондықтан фиалка гүлін көбейтіп сатуға кеңес беремін. Тез өседі фиалкалар. Бұрын мен фиалка гүлін өсірмей жүрген себептерім, топырақ дұрыс таңдамай жүріппін. Қазір енді агровальт пен пенопластовый шарик или перлит, ақ перлит араластырып егіп жүрмін, сонымен жақсы өсіп жатыр. Неліктен тез өсетін болғандықтан совет беремін фиалка гүлін өсіріп сатуға. Және бұл фитильный полипке отырады. Фитильный полип дегеніміз міне астынан, горшоктың астынан жіпті саласыздар да, тесігінен кіргізіп, бір жерінен бір тесігінен шығарып, соны шығарасыздар да, мына жерге ыдысқа су құйып қоясыздар. Мына енді менде қақпағын ішіне түсіп кетпесін деп арнап қойған. Мынандай ыдысқа су құйып, керек витаминін аз дозадан аз қылып қосып қоясыздар да, мына жіп суға тиіп тұру керек. Суды жіп арқылы ішіп тұрады. Яғни сіз клиентке сатарда айтасыз, ешқандай су қармайсыз, ешқандай витамин құймайсыз, тек қана ыдысына суға витамин араласқан құйып қойып, жібін суға тегізіп қойсаңыз болды. Яғни клиент шірітіп алам, су көп құйып, су аз құйып, сарғайтып алам деп қорықпайды. Сізден сенімді түрде алады. Себебі сіз фитильный полипті өсіріп жатқаныңызды көреді ол. Олар қарай гүлдеткісі келеді, немесе гүлдеп тұрған дайын алғысы келеді. Яғни ол жұмыстағы адам болғандықтан постоянно фитильный полипті алғанға қызығады. Себебі қол тимейді оның. Жаңа гүлдің уходын онша түсінбейді жұмыстағы адамдар. Бірақ қызығады. Сондай адамдар да бар. Және көбейтілу жолы тез, даже бір жапырақ жартыға бөліп көбейтсеңіздер де болады.
сол жайлы ақпарат бергім келген. Алда гүлдеп жатқан фиалкаларымның сорттарын жайлы көрсетемін. Қалай жапырақтары сочный болу керек, қатты тіке жарық жетіспесе де ұзарып кетеді, жарық жеткіліксіз болса да түрлері қашып кетеді. Сол жайлы толық ақпарат айтамын. Мына жерге видео қысқаша болмаса сыймайды, өте ұзақ болса. Алда барлығын айтып отырам. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Аглонималар жайлы деп бәрін қалай сатамын, қай гүл выгодно сату жайлы көп ақпарат беремін. Себебі күтімі жайлы ютубта тола. Қазір барлық жерде уже көп айтылып жатыр. Енді мен сатылу жайлы ақпарат беремін. Қай гүлді қалай сатамын бәрін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, видеомды үзбейсіздер, үзбей кеп тұрады сіздерге қоңыраушадан видео шықты деп, жаңа видео шықты деп. Қош сау болыңыздар.